Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің каналымның оқырмандары, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге өте дәмді және қазір хит болып жүрген тары қосылған чизкейк десек те болады, пирог десек те болады, дастарханның сәнін ашатын пирог дайындайтын боламыз. Әуелі бізге ұн керек болады. Толық описаниеға жазып кетемін, қанша керектігін сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді бізде холодильникте тұрған мұздай сармай керек болады. Сармайды жақсылап араластырып, көжік қылып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне осылай бәрін араластырып аламыз. Видеода көрілгендей жасасаңыздар болады. Өте дәмді, бір жасағаннан құсайтын тары қосылған пирог десек болады. Осылай істеп аламыз бәрін. Бізге енді жұмыртқа керек. Сосын қаймақ. Сосын разрыхитель салып, пищевой сода қолдансаңыздар да болады. Бәрін жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. 20 минутқа холодильникке салып қоямыз, пакетке орап. Енді оған дейін бізге тарыны ыстық қайнап тұрған сүтті азғантай үстіне қойып бұқтырып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізге 500 грамм қаймақ, домашний қаймақта да болады. Мен магазиннің қаймағын қолдандым. Оған шекер саламыз. Енді шекер екеуін жақсылап араластырып аламыз ерігенше. Енді сочный болып шығады. Менің жолдасыма өте қатты ұнады. Енді оған 2 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырып, 2 жұмыртқа. Кукурузный крахмал болса да, кукурузный крахмал қоссаңыздар да болады. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Бағана бұқтырып қойған тарымызды енді саламыз үстіне, жақсылап араластырып екеуін. Оған дейін қамырымыз тынып қалды. 20 минуттың ішінде 20 минутқа қойып аласыздар. Енді бұны жақсылап араластырып, достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға жазыңыздар, мен сол жерде жауап беретін боламын. Енді осылай формаға салып, бәр жағын тегістеп, қолымызбен түзулеп шығамыз. Сосын начинканы қоямыз ішіне. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Осылай бәр жерін жақсылап тегістеп шығамыз. Вилкамен осылай істесеңіздер жақсы пісіп шығады. Мен вилкамен осылай істеп алдым. Енді бағанағы дайындап қойған начинкамызды құямыз. Сол аралықта пешкаларыңыз қызып тұрған болу керек.
160-170 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Беті қызарып, тегіс қызарып пісу керек. Енді әркімнің пешкасы әртүрлі. Міне осылай дайын болды. Өте енді сочный болып шықты. Қараңыздар. Көрінісі де әдемі. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.